қонақтар, бүгін қазақ қыздарының киелі мектебі, Парасат мектебі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінен арнайы сіздерді құттықтап келіп отырмын. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Санат Жұмабаев екеуміз бір коллегамыз, бір үлкен шаңырақта қызмет жасаймыз. Енді сіздердің құрметтеріңізде осы қыздарға арнап жазылған өзінің жүрегінен шыққан қыздар деген әнді тыңдаңыздар. Жігіттер, енді ортаға қыздарды биге шақырыңыздар. Қабыл алыңыздар, мен де сіздер сияқты 20 жылдыққа барған кезде орындаған едік.
аруымыз үшін бір әдемі шапалақ қошеметтеп отырайық. Қандай бақыттысыңдар, керемет әртіс. Әлемде құрметті жігіттер, қыздар, баяғыда біреу айтты ғой, көшіп жатыр ауылым, қолым жатыр, қайбененің айтқаны болып жатыр. Шіркін, мектеп бітіргенімізге 20 жыл өтсе де, әлі де 18-дей көңілде бір әдемі кеш толып жатыр депті ғой. Мына баяғыда біреу айтты ғой, өткеннен қайтып оралмайтыны, кеткеннен қайтып келмейтіні. Қыздар-ау, қайтесіңдер, 18-сің, енді қайтып оралмайтыны, 25-сің, енді қайтып келмейтіні, басыңа алған бақтай болып, қақтың қайтып оралмайтыны өкіндіреді дейді қыздар. Әлдегі 18-ге арулар, тек қана 18-ден төмендемей тұра беріңіздер. Кішкене света музыканы қосыңшы, қазір қыздар билейді деп айтты. Мына баяғыда біреу күйеу әйелін айтыпты ғой, пәленше жанау $100 берші, ночной клубта қыздар істеген шу көрсетеді екен депті. Сонда әйел айтыпты ғой, не қыласың ғой жаман қыздарға $100 беріп, мен $50 берейін, мен ақ көрсетейін депті ғой. Содан әйелі күйеуіне істеген шу көрсетсе, күйеу айтады дейді ғой, ту құрғырай, арзанына арзан екен ғой деп.
дейміз. Сонда күйеуі, әйелі қарғайды дейді ғой күйеуін, сенің күнің әлеуметте қалсын деп. Сонда күйеуі айтады дейді ғой, сенің күнің әлеуметтен қалған ақшаға қалсын деп айтады дейді ғой. Ләйім осындай әдемі біріміз тату болып жүре берейік дейміз. Барлығымызға да айыртақ, жақсы болса бай ортақ, қайырлы болса би ортақ, жұрт жағы ішетін айдың шалқар көл ортақ, бәрімізге де қыз жігіттер, бәрімізге де бүгін той ортақ деп, ортақ тойларымыз құтты болсын дейміз. Ал енді тамаша әнмен шалқып бәрімізде қыздар күліп отырайықшы. Күліңдерші қыздар, күліңдерші. Әдемі ақ ниетіңді біліңдерші. Бүгінгі тойға 100 келмесең де 50 келіп, маған қарап қызым ал, тағы да күліңдерші. Күлгіден айырмасын барлығымызды. Ал енді алдарыңызда бүгін міне теңіздей шалқытып, жүректі балқытып, ауайға өрлеп отқан арыстандай жігіттің әсем әнімен тамаша бәріміз әдемі вальске шақырамыз. Тамаша би, тамаша ән қабылдаңыздар. Тамаша әнмен сусындап отырыңыздар.
Екі команда жарыстарымыз, қай команда бірінші орын тілейліңіз. Кештің соңында керемет сыйлық күтіп тұр. Алдарыңызда ранчоға бір бой, бір жерге толмаған су шашын. Екі команда 3-3 болыңдар. Рахмет, бір билеп шығарып салайыншы, билеп. Қыздарымыз, бәрінен де сіздер, қыздар, сіздер сұлусыңдар. Ең қымбат өмірде адалдығын, ай күндей сәуле шашқан адалдығын, қыздар-ау, ұрланып өтіп жатыр. Күндеріміз жақсы ғой, амандықта тап осындай келгеніміз. Дүниені көп білсе көп демейміз. Алған жарым жаман болса, бір Құдайға өкпелейміз. Дүние кейде тар жоқ болады. Дүние тап осындай той жасаған күндеріміз көп болады деп. Той жасаған күндер көп болсын. Қазақша алпырайық деп қыздар-ау, жастық шақтың жанымен биле, өмірдің ағынымен биле, баяны мол бақытымен биле, шапағатты арманымен биле, өмір деген достарымен биле, көңіл қорқын қыздар-ау, қоштарымен биле, сырғалы келіншектер, жан-жағымен биле, теңіздің тасқынмен билеші қыздар, жанымен биле, сазымен биле, қайтеміз қыздар-ау, еңкіреп оралмайтын ғұмырмен билейік. Бәрімізді ортаға биле. Thank you.
жарты сағат үзіліс жасайық, антырап болсын. Ортаға шығайық, көңілдендірейік билейік ағайын.
жатады. Барлығымыз бір-біріміздің артымызға тұрайық, ламбадамен шығамыз. Қарсы алмасаң мейманды, кесір болар несіпке. Қонақ атаңнан да болып, қонақ Құдайдың еркесі дейді. Қош келдіңіздер ағайын. Бірінші келген қонаққа сәлем беріп, қолын алсаң бірінші еткен құрметің. Қабақ шытпай, жылы қабы қарсы алсаң, екінші еткен құрметің. Көрпе төсеп құм алсаң, үшінші еткен құрметің. Мейман риза болмағы, құрметпен үйге қонғаны. Кешіктірмей шай берсең, ұмыт болар тоңғаны. Тысқа шықсаң қария, қолында болсын құмғаны. Айналайын қонақжай, қазағым мені бүгін өздеріңізше даладай дастархан жайып, баладай көңілмен шапқылап жүрістер тақтағай. Сол бір бала кездей, мектеп кезіндей мені ақ көңілмен келіп отырсыздар. Ал енді сіздердің құрметтеріңізге Қайрат ағамыздың орындауында бір тамаша ән болып тұр, жүрек жарды әні. Өзі көңілденіп, менің қасыма келіп, інім осы өлеңді айтып берейінші, бәрі өзім құрдастарым деп жүрек жарды міне ниеті бар екен. Ендеше қарсы алайық ағайын Қайрат ағамыздың әнін қабыл алыңыздар. Бәріміз осы екінші мектеп-интернаттың түлектеріміз, бәріміз бұл әнді білеміз. Ағайын, мына өлеңге мен бір ән айтайын деп тұрмын да, соған қосылып, бәріміз бір ауыздан қостап жіберсеңіздер, мен өте қуанамын.
өткенше таршылық көрмеңіз, мұзға бидай өнгенше мұңшылық көрмеңіз. Әр қазақтың үйінде аты шулы ұл болсын, әр қазақтың үйінде аты шықпаған қыз болсын, ардақты ағайын. Тойға дос келіңіз. Бәрекелді, қандай әсем осынау бір пәк қалпың, нұрлы жүзің, таптығындай ақ қардың, өзіңізді көрген сәтте біз алғаш қыз жібек деуге аз қалдық. Келіңіз. Бүгін менің туған күнім, ой бәләй, неге жатыр мына халқым тойламай? Банкет жасап берер едім, амал не? Қу теңгенің жарықпай қойғанай деп. Кім жырлаған? Мұқағали атамыз. Мұқағали атамыз тойдың қызығына батпаса да халықтың сый-сияпатына бөленіп өткен екен. Бірде Мұқағали ағамыз сонау Шымкентте Сарыағашта демалып жатыр екен. Сөйтсе сақалы кеудесіне түскен бір шал Мұқағалидың қасына келіп: "О Мұқа, сені қазақтың ақиық ақын деп білеміз, қазақтың түгел сөздің тізгінін ұстаған ақын деп білеміз. Қазақты сөзге бай, тілге бай дейді. Бірақ бай болғанға айтайын дейді, мен қазаққа екі сөзге түсінбеймін дейді. Біреу қатын қалашы деген сөз, екіншісі бала шаға деген сөз. Қатын түсінем, қалашын түсінбеймін. Баласын түсінем, шағасын түсінбеймін дейді." Сөйтсе Мұқағали енді ақын емес, бұлай қайыр қараған: "О ата, түсінбейтін несі бар? Қатын дегеніңіз үйдегі қатыныңыз да, қалаш дегеніңіз сырттағы қатыныңыз. Бала қатыннан туады, шаға қалаштан туады" деп жауап бере салған екен. Бала шағаларыңыз көп болсын, ардақты ағайын, өмірлі, шүбірлі болыңыздар деген келіп отыр. Гүлшат қыздарыңыздың орындауында тамаша қазір ән болады. Қосу қошеметті қойып ағайын. Қандай тамаша ән? Ағаларыңыз қалмайды, қорықпаңдар. Ағаларыңыз қалмайды. Ойбай, не деген жақсы қоянып отырсыз енді. Макияжыңыз ұнап отыр. Баяғыда бір жеңгем айтқан екен, боянайын десем байымнан қорқам, бойымайын десем тоқалдан қорқам деп. Әзілдеп отырмыз ғой. Кешір алсаң кешір, бүгін іздеп кешір. Өлеңі дейді отырсың? Ет қасым болсайды. Бұлай болсын, ардақты ағайын үш нәрсе күттірмейді дейді. Жаназаны, ұзатылар қызды және етті. Сол себептен қазақ саппен жүрмесе де салтпен жүрген қазақпыз. Сол себептен етіміз қарсы болмай, одан өлеміз, жалғастырып жатамыз, айтып жатамыз. Бәрекелді.
қандай ақылды ел. Келіңіздер, ет алып келе беріңіздер, сіздер құрметтіңіз ет алып келіңіздер. Сыйлаған көршісін, ұрыспен алған еншісін, сұмдардан қашып келемін. Бақыт қайдан барасың? Соғысқа құмар ойы жоқ, ұлан асыр тойы көп, бейбіт елге барамын. Бақыт қайда барасың деп тағы бір сұрағанда, ата-анасын сыйлаған, үйімшылдық ойлаған, тату жанға барамын дейді Қабриса жырау. Сол себептен бұл қасиеттердің бәрі қазақ баласында бар ағайын. Көршімен тату тұрамыз, бейбіт жатқан елміз, ұлан асыр тойымыз көп. Әр қазақтың шаңырағында бақыт ұяласын, көңілдеріңіз көл дариядай тасып өтсін, табалдырықтарыңды бақ береке басып өтсін ағайын. Ал келіңіз, қыз. Сымға тартқан сәнің қандай, балауыз балбыраған тәнің қандай, толықсып толық тұрған жаның қандай, балтамға майда бұл сөзің қандай, жұп-жұмсақ бұп яз, жаутақта, жан кедірген көзің қандай. Көзің сексеуді жоғында жайнап тұргенен. Көзің сызда екен, ал келіңіз. Қандай өлең? Ағылас деді ма? Ағылас, е? Дұрыс, ағылас. Ағылас үшін қолсал қошемет жоқпен. Рахмет, азаматтың аттан қазаның оттан түспесін. Бақытты болыңыз. Осы қошемет оқиға аттамайын. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп мені өнерлегенсіздер. Қыздар шығып, өлең айтып сіздерге шашып жатыр. Ардақты ағайын, енді бізде құр қалмайық. Осындағы нар тұлғадай өзімнің ағаларым бар. Ағаларға арнап, жігіттерге арнап өлең айтайық біздер ардақты ағайын. Алламыздар. Сонда 90 жылдары
бас көтерген жүректерінде түптері бар қазақтың жігіттері шыққан кезде шыққан өлең қабылдаңыздар ағайын. Айтқан сөз жақсы тілек қабыл болсын, көңілдерге шаттыққа көңіл тосын. Қыздар-ау, жігіттер, үйлеріңде немерелер, шөберелер үй толтырып, әрдайым өздеріңізбен бірге болсын деп, барлығыңызға бақ пен қуаныш, берекет пен жақсылық, той мен думан, махаббат пен ләззат, қуаныш пен шаттық үйлеріңізден, төріңізден табылсын деп, алдарыңызда осы Алматының әдемі жас болашақ әдемі актерларын ортаға шақырайық, сіздердің сұрауларыңыз бойынша қабылдаңыздар. Армысың айналайын, беу ағайын, ортаға бар өнерді мен салайын. Ассалаумағалейкум үлкендерге, жастарыма привет, дей салайын. Working girl, now working girl. Ала
осы той-той тоғыстырған біздерді, қайрат нұртаспен қуантамыз сіздерді. Қарсы алыңыздар, қазақ эстрадасының жарқын жұлдызы, мамасының ерке баласы, қайрат нұртас.
Ойнасаң күлкі қымбат дейді, ой жетпейтін жер болмайды, күлкі жеңбейтін жау болмайды. Күлкі деген күн адам жүзінен қыстық қуады, тәннің саулығына ең жақсы шипалы дәрі, сергек әрі жайдырман көңіл күй ағайын. Көңіл күйлеріңіз әрдайым осылай биік деңгейде болсын. Сіздердің құрметтеріңізге, сіздердің алдарыңызға Мақпал Жүнісова, Қазақстанның халық әртісі ағайын, қазақтың ерке қызы жаңғыртты. Қазақтың ерке қызы болып жүре беріңіз. Мақпал апа, ұзақ жасаңыз. Бақытты болыңыз. Хабарда ағайын, сіздер көретін сонау өнер жұлдыздары келіп жатыр, қадамыз қосылып жатыр. Ал ағайын, уақытта бір жерге таяп қалды. Демеңіздер, балаларымыздың өнерін аяқталды. Осындай қызықты әзірленен біздің де пародия аяқталды. Шапалақ қайда, шу қайда, айдай қайда, тұрмайда, қалай тыныш отырсын, мұндай ғажап бұл ойда. Рахмет ағайын. Ағайын, мынау Алтай мен Атыраудың арасында, ұлы қазақ даласында, Алматы қаласында, Төле бидің жағасында, император мейрамханасында дүркіреген түрлі тойлардың той өткізіп жатыр екенсіздер. Ендеше 20 жылдық кештеріңіз құтты болсын. Жыл сайын осылай бас қосуды кәсіп қылсын, Алла қолдап 50 жылдан кейін жүздесуді нәсіп қылсын. Мынау баршаңызға тілерім, балаларыңыз есен болсын, аман болсын, артында із қалдырған адам болсын. Болашақта немерелеріңізді саусақпен санай алмай, калькулятормен есептейтін заман болсын. Ендеше, рахмет. Ендеше, асыл елім, алқа жұртым, ағайындар, той десе төр көрпесін тағайындар. Осымен 10 минуттық концертім аяқталды. Келесі кездескенше, табайындар. Сың ержетсең сірен етерсің, алысқа шырқап кетерсің, шындасаң, шыңға жетерсің деп абай атамыз бата берген екен. Өз өн қазақтың туын желбіреттегіміз келіп отырады ағайын. Мұсылмандар мешітке сыймасын, балаларың бесікке сыймасын, достарың есікке сыймасын, алтын бастарыңды бір Алла сақтасын ағайын. Тойлы тұрмасын, тойларын тойғыласын дейіп келіп отыр. Сіздер көмектеріңізге сонау жұлдыздарымыз қосылудың қатарында бақыткүл қыздарыңыздың тамаша әнімен қарсы алыңыздар. Қазақ өнерін міне жарып жүрген, өзіне ойып тұрып, орын алып жүрген, қазақтың туын желбіретіп жүрген өздеріңіздің қарагөз қыздарыңыз, қарсы алыңыздар. Бақыткүл қыздарыңызды тамаша әнімен қабылдаңыздар ағайын. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Менің осы жерде жан құрбым, мына жерде Жұлдыз Мұхамедиярова отыр. Жаным сол, сені жақсы көремін. Мерекелеріңіз құтты болсын.
мен кеткен орның тола деген, сыйлассаң осылай сіз біздесіп тіршілікте, қызығы бұл жалғанның солақ екен ардақты ағайын. Мына бөлтіріктен бір жас жігіт бақ кімге қонады, бала ыстық па, байлық ыстық па деп сұрап жатыр екен. Сонда шешен айтқан екен, қарағым, байлық қолға ұстаған мұзың емес пе? Бақ, ол да ұшқан құсың емес пе? Бала, артта қалған ізің емес пе? Бәрінен жолдас жорыңмен, ағайын туысыңмен, ел жұртыңмен, кластастармен, сіз біздес сыйласып жеткенге не жетсін. Осыларға жүрегің жылы болса, қайғың күл, қуанышың от деп жауап берген екен ардақты ағайын. Ағайының көп болсын, бірлік өнімбек болсын, жамандық жеркез болса, бір-біріне сеп болсын. Дастарханың осындай бай болсын, қайтып қарның ашпастай, ағайының сай болсын, бастан бағың қашпастай дейді ардақты ағайын. Ал енді сөзге тоқтаған қазақпыз, мынау айтады ғой, жүзімнің нәрді нәзік сабағындай, тіліңді өпелей біл алағылмай, аямай арам шөбін отап отыр, таза сақтап көзіңнің жанарындай, сөз өмірдің салиқалы түйіні, әрбір сөзде жатыр маржан бұйығы дейді. Нар тәуекел бұзады, мың қайғының наласын, бір жылы сөз жазады, мың көңілдің жарасын дейді. Ендеше тамаша сөздер мен тілектермен осында А, Б, енді В класын, В класын орта жағдайшы жақсы етірім, келіңіздер. В класы, қошемет ағайын. Бұлттан шыққан күн сияқты жарқ ете қалдыңыздар. Ал енді келіңіздер, құтты болсын, қош келдіңіздер, қадамдарыңыз гүл өтсін, күнде осаймыз. Дұрыс қой, алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы шал орын берген дейді, төрін берген. Келіңіздер. Ал енді көзіне мынау 77 жылғы туған жігіттер, қыздар, осыдан 20 жыл бұрын жаңағы мынау айтты ғой, бейне, проспект Ленина 272 А деп қойды бағалар. Автобуспен өтіп тұрамыз ғой. Мен айтамын, помните, қай адреске қанша жасында білсем, Ленина 272 А деп қойды. Сол Ленина 272 А адресіне жүріп бәрімізіне жаңағы республикалық қазақ тілі әдебиетін тереңдетіп оқытатын Номердің екінші мектеп-интернат деген ғой. Оны міне барлығымыз осы отырған жігіттер, қыздар жап-жас бала болып бітіріп, мына жерде мен сол мектеп бітіргенде жалғас екеуміздің бір түскен фотомыз бар. Әлі күнге дейін анау деген бір историяға қалатын фото. Сондай қызықтар көп, қалай біз Көктөбеде әлгі заря встречать етеді дейді ғой. Көктөбеде заря встречать еткенде әлі күнге есімізде бар. Кім есімде бар, мен есімде деді. Осыдан барлығын бүгін сол 20 жылға бұрынғы неге келіп отырмыз. Бәрін есімізге түсіріп, біраз қыз жігіттер жоқ енді топ барымыз осыған тауға дейсін деп жақсы жиналып, ұйымдастыру комитеті мына жерде жігіттер мен қыздарға қайратқа іспек өзіміздің жолдасымыз жаңағы Ләйлім, сізге мынау 77 жылғы жігіттердің аттан бір отдельно бір рахмет айтайық деп, сол жігіттер бір қол шапалақтап қойыңдар енді. Мынау кім айтады осы мынау жап-жас қыздай бұралып тұр ғой мынау қыздар десем. Сондықтан енді бүгін біз бақыттымыз 20 жылдық немізді ойдағыда өткізіп жатырмыз. Енді өзіме келетін болсам, жаңа таныстырып жібердіңіздер деп жатыр. Жандос болады менің Тұрсынғали, семейден боламын. Мен жаңағы жұбайым міне Еркежан деген кісі.
өзім кәсіпкерлікпен айналысам. Семей қаласында, Шығыс Қазақстан облысында көкжиек холдинг деген бір жеке кәсіпкерлік серіктестігім бар. Мынау барлығына жолдастардың бәрі состояниелері өте жақсы болып отыр. Енді қазір шын айтқанда бәріміздің көңіліміз жай. Сәке, өзіңізге бір отдельный рахмет. Жұбайыңызбен екеуміз жүгіріп осы, жүгіріп бәрін естірелегесіне рахмет сіздерге. Мынау біз алыстан келіп жатырмыз. Барлықтарынан енді келе алмаған жігіттерге айтамыз, олар арманда кетті енді. Келе алмағандар жігіттермен қыздар. Сондықтан тағы бір рахмет осы Алматы қаласындағы жігіттердің барлығына ұйымдастырып жатқан Сатыбаш, мына жерде басқа да атын атамай кетсем ренжімеңіздер. Қайраттың жолдасы, Қайраттың жолдасы Айсұлу деген өте әдемі қыз бар мына жерде. Мен убежден, что бұландай осы Қайраттың бірақ енді мені қызғаным осы әйел бар екен. Қалжыңға қалжың. Осындай әркімнің үйінде осындай тыл болсын, жоқ ол бәрі қалжың ғой жігіттер. Мынау енді жаңа қуаттың бір әдемі бір бағана болмаған жігіттерге айтайын. Бағана мен бір айтайын. Қуат өзіміздің шорма. Қарақатты бар ғой, шашынан ұстап, былайда бір жерде теуіп жүрген бәрі әлі есімде де мысалы. Бағана айттым өзіне. Қуат шулатып жүрген ғой. Бағана Асқат, гастрономнан өтіп бара жатқанда, сен ана рогаликті сол үстен пионер көрпей қалдың ғой. Енді ол историясын айта берсең көпті. Ертең айтамыз, табылғаннан айтамыз енді. Сондықтан барлықтарға рахмет осылай. Жұмыстарын тастап, кетіп өтіргендер. Енді Қайрат өзі жалғастырады. Рахмет сізге. Мен жалғастырмайым. Ары қарайда. Бәрінің есінде бар, кезінде Түкенбаев деген бізде директор болған, Аспандияр деген бізде бір жыл оқып кетті, 2 жыл оқып кетті. Түкенбаев, Аспандияр деген осы жігіт